Егер біреу келіп сенің барлық заттарыңды, барлық дүниеңді тартып алса да, ол сенің біліміңді, қабілеттеріңді тартып ала алмайды. Себебі ол сенің жеке құнды байлығың. Сәлем достар, өз-өзіңді жетілдіру, өз-өзіңді дамыту туралы пайдалы ақпараттармен бөлісетін мен Аяжан боламын. Егер сізге осындай контент қызықты болатын болса, маған жазылып қойыңыздар. Бір миллионер адамның кеңесі бойынша ең мықты, ең стоящий капитал ол сенің интеллект капиталың. Яғни сенің интеллектіне инвестиция жасау. Әрдайым білімге шөлдеп, өз-өзіңді әрдайым дамытып, өзінің қабілеттеріңді ұштандыру, біліміңді жетілдіру, ол саған адам ретінде, тұлға ретінде саған құндылық береді. Күнделікті өмірден мынадай қарапайым мысалды алайық. Мектепте оқитын бір оқушы Нұрлан. Нұрлан ол математикадан 5-ке оқиды, бірақ химиядан 3-ке оқиды екен. Оның ата-анасы паникаға түсіп, репетитор жалдайды. Қандай пәннен жалдайды? Өкінішке орай көбінесе химия пәнінен репетитор жалдайды. Себебі 3-ке оқу деген ол позор, оны көтеру керек деген сияқты. Бізде менталитетте барлық пәнмен сен 5-ке оқу керексің, сен барлық пәндерден идеальный болу керексің деп күтеді бізден. Мұнда сіз санына қарай кетіп жатсыз да, ал сапасына қарай емес. Керісінше химияға репетитор алғаннан гөрі неге математикаға репетитор алмасқа? Яғни ол баланың ынтасы бар математика, ол 5-ке оқиды. Егер сен репетитор жалдап балаға математикадан тағы да дополнительный курстарға апарып, егер оны дамытатын болсаң, ары қарай ұштандыратын болсаң, мүмкін ол бала үлкен бір ғалым математик болар. Сол сияқты өмірде біз өзіміздің мықты жақтарымызды, мықты қабілеттерімізді білуіміз керек. Және инвестицияны сол мықты қабілеттерімізге салу керек. Барлық нәрсені үлгеру, барлық нәрсені үйрену емес. Жоқ, что у вас хорошо получается, соған инвестиция жаса деген сондай мысал. Осы жерде мен жақында өзім тапқан жаңа находкамен сіздермен бөліскім келеді. Гэллап тесттің аналогы, яғни Қазақстанда өзінің Гэллап тесттің аналогы шығарылды. Оның аты қабілет тест. Бұл тест сұрақтардан тұрады және тесттағы варианттарды белгілеу арқылы сонда сізге нәтиже шығарып береді. Сіздің индивидуалды, ең мықты 10 супер сапаларыңызды, супер қабілеттеріңізді шығарып береді. Бұлай жалпылай айтқанда 34 качествоңыз шығарып береді, бірақ оның ішінде ең мықты 10 қабілеттеріңізді біле аласыз. Бұл қабілет тестінің ерекшелігі ол түсінікті орыс тілінде және келешекте қазақ тілінде де болады. Және ең басты оның бағасы қолжетімді. Табиғаттан, яғни сіздің ДНК дейді ғой, сіздің ДНК-ңызда бар сапаларды көресіз, түсінесіз, және сол сапаларды ұштандыруға, оларға инвестиция жасауға бағыт аласыз. Тесттің результатына қарап, осындай сапалар менде ең мықты екен ғой деп білген кезде, ол сізге сенімділік береді. Қадамдарыңызды нық басып бастайсыз, себебі сіз білесіз, көрдіңіз, сенесіз, сізде сол сапалар бар екенін, сізде сол қабілеттер бар екенін, мен оларды ұштандырамын, менің қолымнан келеді деген сізде сенімділік пайда болады. Ал егер сіз өзіңіздің күшті қабілеттеріңізді біліп, өз-өзіңізге инвестиция жасап бастағыңыз келсе, онда сіз төмендегі сілтеме арқылы өте аласыз қабілет тест сайтына. Және күшті жаңалық Аяж деген промокодты айту арқылы 1 қарашаға дейін сізге 10% жеңілдік беріледі. Достарыңызға жіберіп қойыңыз, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ал енді қалай білім аламыз, қалай өз-өзімізді дамытамыз деген тақырыпқа көшейік. Қазіргі заманда 21 ғасыр ресурстар өте көп. Тегін және қолжетімді ресурстарының саны шексіз. YouTube'да видеолар бар, тегін курстар бар, әртүрлі сайттар бар, кітаптар, неше түрлі тегін қосымшалар бар. Мүмкіндік өте көп. Ең бастысы сізде желание болса. Қазіргі заманның үлкен плюсы ол сіз кез келген мамандықты таңдай аласыз. Және ол істің маманы болу үшін сізге университетке барып 4 жыл оқып керек емес. Қазір әртүрлі бірнеше айлық экспресс курстар бар. Сіз курстарды өтіп, наставничествоны алып, сол істің маманы, эксперті болып кете аласыз. Бірақ ең бірінші
бір нәрсені үйренбестен бұрын сіз бірінші мына нәрсені түсініп алу керексіз. Бұл идеяны мен «Атомные привычки» деген кітаптан алдым. Ондағы идея мынадай: сіз өзіңізді сол адам ретінде көру керексіз. Яғни, мысалы айтатын болсақ, мен француз тілін үйренгім келеді, мен уже өзімді француз тілінде сөйлейтін адам ретінде көріп бастаймын. Яғни, мен сенемін, мен французша сөйлей аламын дегендей. Бұл менің my personality дейді ғой, бұл менің бөлшегім. Сонда сіз өзіңізді сол адам ретінде көрген кезде, сіз уже сол нәрсені істей аламын, мен уже тіге аламын, мен уже көлік айдай аламын, мен уже французша сөйлей аламын деп өзіңізді елестете алған кезде, ол сіздің бөлшегіңіз болып басталады. Өзіңізді сол адам ретінде, уже сол скилл, сол қабілет уже менде бар, мен уже үйрендім, мен уже соны істей аламын деп қабылдаған кезде, әртүрлі жаттығулар, әртүрлі білім алу процестері, курстар сізге қиын болмайды. Сіз керісінше одан өзіңізді қинап, барып оқып, сөйтіп отырмайсыз, зубрить етіп. Керісінше сіз одан рахат алатын боласыз. It will bring you joy дейді. Яғни сізге ұнайтын болады. Оқу, үйрену процесі жағымдырақ болады, сізге ұнайтын болады. Себебі сіз өзіңізді сол адам ретінде көресіз. Бұл видеоның тақырыбы самоучка деп аталғаннан кейін, мен қазір сіздерге өз-өзіммен қалай білім алуға болады, өз-өзімен қалай тіл үйренуге болады, қалай кез келген қабілеттерді үйренуге болатын туралы лайфхактармен бөлісетін боламын. Біріншіден, сіз өзіңіздің мақсаттарыңызды білу керексіз, мақсаттар қою керексіз. Сіз бұл нәрсені не үшін үйренесіз? Сіз бұл нәрсені не үшін үйренгіңіз келеді? Сізге бұл нәрсе қандай құндылық әкеледі? Сіз бұл нәрсені андай бір внезапный болады ғой, өткінші бір сізде бір сезім болып тұр ма, excitement, андай, үйренгім келіп тұр, прикольно деген, сосын 2-3 күннен кейін уже басылып қалатын. Әлде сіз ұзақ уақытқа сізге құндылық әкелетін бір мақсат қойып, сіз болашақта оны қолданғыңыз келе ме бұл қабілетті деген өзіңізге бірінші сұрақтар қойыңыз. Насколько это серьезно дегендей. Екіншіден, әртүрлі ресурстарды табыңыз. Ол кітаптар болуы мүмкін, ол әртүрлі сайттағы артикльдар болуы мүмкін, ол ютубтағы бір видео сериялары болуы мүмкін, ол бір коучтың тегін интенсив курсы болуы мүмкін деген сияқты уақытыңызды бөліп, сол үйренгіңіз келетін нәрсе туралы ресурстар іздеңіз. Мен қай жерден үйренемін ол нәрсені, шынымен де ол жерден жақсы нәрселер үйренемін ба деген сұрақтар қойып, уақытыңызды бөліп, солай ресурстардың тізімін жасаңыз. Үшіншіден, сіз сол нәрсені үйренуіңізге өзіңізге бір уақыт қойыңыз. Мысалы, егер мен 6 айда осыны оқып бітіруім керек, 6 айда осы нәрсені үйренуім керек деп қоятын болсаңыз, оны бөлесіз, мысалы, күндерге, айларға бөлесіз. Сонда күніне неше минут оқитын болсаңыз, практиковать ететін болсаңыз, сіз 6 айда оны үйрене аласыз деген сияқты. Мысалы, 15 минуттан, күніне 15 минуттан бөліп отыру деген сияқты, кішкене математикаңызды қосып, жоспар құрасыз. Осындай минуттан күніне осылай бөлемін, осынша ай оқимын дегендей. Бұл жерде уже бұл тек арман ғана емес, бұл тек бір хотелка сияқты нәрсе емес, бұнда уже структура пайда болады. Структура, план, график пайда болады да, сіз уже серьезно қабылдайтын боласыз бұл нәрсені, және оңайырақ болады сол жоспармен жүруге, жауапкершілік алуға. Төртіншіден, time management және сіздің әдеттеріңіз. Мысалы, француз тілін мен оқимын күнде таңғы 8-де дегендей. Сіз барасыз, тісіңізді жуасыз, сосын келесізде бір определенный орныңыз болады, сол нәрсені оқитын үйренетін. Мысалы, мен француз тілін барамында, менің бөлмемде кішкентай стол тұрады, сол столға барып, нотымды ашып, француз тіліне оқуға 15 минут бөлемін. Бұл да «Атомные привычки» деген кітаптағы методтарға келеді. Сізде ассоциация болады, яғни стимул сияқты. Тісіңізді жуған кезде келесі уже ассоциация болып тұрады сізде. Қазір мен француз тілін оқимын деген сияқты.
барасыз да француз тілін оқисыз. Бұл уже сізде әдеттер қалыптастырады. Ал әдеттердің, негізі атомный привычканың идеясы бойынша әдеттердің тұрақты болып кету үшін оны 21 күн бойы, яғни 3 апта бойы сақтау керек, қайталап жүру керек. Сонда егер 3 апта сіз соны қайталап істеп жүрсеңіз, сол нәрсені, онда ол сіздің уже әдетіңізге айналады. Және де телефоныңызда Google календар сияқты, немесе телефоныңызда андай заметки, календар деген жерге кіріп, өзіңізге заметки қоя аласыз. Сонда сізге бүйтіп уведомление келіп тұрады төбеден, так, сағат 8 болды, француз тілін оқы деген сияқты. Сіз сосын көресіз да, иә, точно, деп барып оқисыз. Бесіншіден, үйрену оқу процесі. Біз адамдар ұмытшақпыз. Бізде, егер біз бір нәрсені қайталамасақ, бір нәрсені оқымасақ, біз оны бір аптадан кейін ұмытып бастаймыз, 2 аптадан кейін жартысы есімізде қалады, 3 аптадан кейін вообще мүлдем есімізден шығып кетеді дегендей. Сондықтан повторение мать учения деп айтушы еді ғой бізде мектепте. Қайталап тұру керек. Сіз өткен нәрсеңізді, үйренген нәрсеңізді регулярно қайталап тұру керек. Ол қайталаған кезде сіз интерактивный нәрселермен қайталайтын болсаңыз, қызықты нәрселермен үйренетін болсаңыз, ол более тиімдірек болады. Оған мысалы флеш картс дейді. Интернетте әртүрлі флеш карталар суреттермен андай сөз жазылып тұрады, сурет тұрады деген сияқты тіл үйреніп жатсаңыз, сондай деген сияқты. Немесе әртүрлі қосымшалар бар ойындармен ішінде, солармен арқылы әртүрлі квиздар, тесттар өтіп деген сияқты, сондай қызықты жолдармен қайталап тұрғаныңыз дұрыс өткен материалыңызда. Және сіз ол үйренген нәрсеңіз миыңызға сіңу үшін, сіз ол туралы көп сөйлеңіз, достарыңызбен әңгімелесіңіз. Мысалы, сіз психология оқып жүрген болсаңыз, сіз достарыңызбен былай топик алып келсеңіз болады. Сендер білдіңдер ме, осындай мынандай тема бар екен, әңгіме бастап кетуің болады достарыңмен. Немесе басқа адамдарға үйрету деген сияқты. Басқа адамдарға үйрету арқылы сіз оны пересказывать етесіз, яғни мазмұнын айтасыз да, ол ақпаратты қайталайсыз, қайтадан басыңызға бекітесіз. Және бұл қабілетті, бұл үйренуді, бұл білімді өзіңіздің бөлшегіңіз қылыңыз. Make it your personality дейді ғой, part of your personality. Яғни адам сізді көрген кезде, Аяжан французша оқып жүр ғой дегендей адамдарда ассоциация болады. Яғни себебі мен французша бір сөздер айтып қалам, достармен сөйлесіп жүрем, арасында au bonjour деп бірдеңелер айтып қалам деген сияқты, уже адамдарда сондай ассоциация болады. И сіз өзіңіздің үйреніп жүрген біліміңізді тек үйде ғана сақтамай, былай шынайы өміріңізге, практикаға қолданып бастаған кезде, ол информация, ол білім сіздің миыңызға күштілеп тұрып сіңіп бастайды. Және тағы да бір кеңес, кез келген нәрсені үйренгенде, кішкенеден күнде оқығаныңыз тиімдірек, чем аптасына 3 сағат оқығаннан гөрі. Түсіндіңіз ғой, иә? Например, француз тілін үйренген, күніне 10 минут бөліп тұрып, күнделікті оқығаным тиімдірек, чем сенбі күні 3 сағат бойы француз тілін оқығаннан гөрі, кішкентай бөліктермен жиірек оқығаныңыз тиімдірек. Мен видеомды көріп жүрген адамдар көбісі сұрайды, мен ағылшын тілін қалай үйрендім, ағылшын тілін қосып сөйлейтіндіктен, ағылшын тілін қалай үйрендім, сол туралы видео түсірші дегендей көп адамдар маған жеке шығып сондай сұрақтарын қойды. Осы видео самоучкаға тему болатындықтан мен қазір сіздерге айтып кетейін. Мектепте мен неміс тілін оқыдым, бірақ ол былай өтірік оқыдықта мен немісше білмеймін. Одан кейін мен университетке түскеннен кейін бізде ағылшын сабағы болды сразу бірінші триместрда. Ол жерде білесіз ғой, ағылшынның уровеньдары бар. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced деген сияқты. Сондай деңгейлерге бөлінеді. Бізде универде бірінші триместрда ағылшын сабағы болады pre-intermediate деңгейі. Pre-intermediate деңгей дегеніміз, ол сіз былай ағылшынша базовый нәрселерді білу керексіз. Былай сөйлесе алатындай, өзіңіздің ойыңызды жеткізе алатындай деңгейде болу керексіз. А мен даже алфавитті білген жоқпын ағылшын. 1-2 сағатқа созылды бұл сабақ, өмірімдегі ең ұзақ сабақ болған шығар. Және бұл сабақтан кейін менде ішінде ашу сезімі болды. Мен өз-өзіме қатты ызаландым. Себебі бір жағынан ұялдым. Себебі сабақта отырған кезде мұғалім тек ағылшынша сөйлейді. Және группаластардың барлығы дегенде көбісі түсініп отыр ағылшынша. Оқып жатыр,
мұғаліммен интеракшн болып жатыр. Мен андай мен бір басқа елге жіберіп тастаған сияқты, басқа адамдар, бір инопланетяндар басқа тілде сөйлеп жатқан сияқты сезімде болдым. Және өзімді, шынымды айтсам, өзімді андай ақымақ сезіндім, өзімді білімсіз, сондай надан сезіндім өзімді сол моментте. Содан менде қатты ыза, ашу сезімі болды да, сол сабақтан шыққаннан кейін сразу сол универдің жанындағы ағылшын тілінен үйрететін мектеп болды, сонда барып курсқа жазылдым. Бұл менің өмірімде барған ең бірінші және соңғы курсым болды. Мен элементари деңгейінен бастадым. Әр деңгей 6 айға созылады, оқуы 6 ай бойы курсқа барып жүрдім. Және онда New English File деген Оксфордтың өзінің сериялары, кітаптарын қолданатын болды. Оқыту системасында оның workbook, students book болды, яғни оқитын кітап сияқты, және екіншісі үйдегі заданияларды, жаттығуларды орындайтын сондай кітап болды. Ол кітаптың ішінде әртүрлі ссылкалар болады, дискісі болатын болды, видеолар, аудиолар, сол темаларға байланысты. Ағылшынның базасын үйрендім. Ол кезде мен студент болдым. Әр ай сайын курсқа ақша төлеу қалтама қатты тиетін болды. Сондықтан мен бұл курсты өтіп, элементаридің сертификатын алғаннан кейін ары қарай өзім самоучка үйреніп бастадым. Яғни мен түсініп алдым олардың фишкаларын, олар қандай кітап қолданатын, қандай ресурстар қолданатын, соны өзім пайдаланып бастадым. Мен New English File деген кітапты сатып алатын болдым, сол жаңағы языковой центрлерге барып заказ беріп сатып алатын болдым, және сонымен оқитын болдым өзім. Немесе интернетте New English File деп, New English File Intermediate Workbook PDF деп жазсаңыз, кейбір сайттарда бесплатный PDF версиясы, электронный версиясы шығып тұрады. Мен соларды өзіме жүктеп, оларды қағазға шығарып, кітап сияқты жасап, солай оқып жүрдім. Мұнда айтатын нәрсе, желание менде огромное болды, мен ағылшын тіліне қызығушылығым өте үлкен болды. Мен тұрақты түрде читальный залға барып, универдің библиотекаларына барып, ағылшын тілін оқитын болдым, ноутбукпен барып, дискіні салып, заданияларын орындап дегендей. Және мен өзім жалғыз оқып жүрдім. Кейін мен бір досым бар, сол досыммен танысқаннан кейін, оның да ағылшынға қызығушылығы бар екенін түсініп, менімен бірдей деңгейде болғанын түсініп, оған мынадай предложение жасадым: менімен бірге оқисың ба дегендей. Себебі сіз біреумен бірге оқыған кезде, егер сізде алмасатын, сол біліміңізбен алмасатын, тексеретін сондай адамыңыз болса, бұл қызықтырақ болады оқу процесі, және тиімдірек болады. Мен оқыған университет ол ЕНУ, Астанадағы Евразийский. Сол университеттің ішіне кіретін зданияда American Corner деген американское посольствоның өзінің проектісі болды. American Corner ол сеть, ол әртүрлі қалаларда бар. Алматыда да мен оған барып көрдім. Астанада сол оқып жүргенімде жиі барып тұратын болдым. Ол American Corner'да әртүрлі movie night-тар болады, кинолар болады, адамдар келіп үлкен экраннан кино қарайды, субтитрларымен, және өзінің кітапханасы болды, ағылшынша кітаптар алуға болады, және андай столиктар тұрады, онда барып просто оқуға болады, андай өзін барып оқып үйренуге болады, және speaking клабтар болып тұратын болды, және де Toastmasters Club деген болды. Көп деген қызықты мероприятиялар, қызықты нәрселер осы American Corner'да болатын болды. Егер сіздің қалаңызда American Corner болса, Инстаграмнан былай тексеріп қараңыз, American Corner Павлодар, American Corner Астана деген сияқты, сіз сол жерге барып бастаңыз. Ол жерде және басқа адамдармен танысып, басқа адамдармен алмасып, бірге тілді бірге үйренуге болады. Яғни мен сол кезде өзім білген жоқпын, атымның привычки туралы қазіргі мен сіздерге айтып жатқан нәрселерімді білген жоқпын. Бірақ мен былай қарап отырсам, мен ағылшын тілін қалай үйреніп кеттім, себебі мен оны өміріме енгізіп бастадым, практикаға енгізіп бастадым. Тек компьютермен, ноутбукпен оқып қана қоймай, мен достарыммен сөйлесетін болдым. Мен жаңағындай speaking клабтарға баратын болдым, әртүрлі сондай мероприятияларға барып араласатын болдым. Яғни ол менің уже өміріме енгізіліп бастады. Және де әртүрлі қалаларда көптеген speaking клабтар болады. Бір пәтерлерде speaking клабтар болады. Интернеттен немесе Инстаграмнан speaking клаб деп өзіңіздің қалаңызды іздейтін болсаңыз, әртүрлі сондай кружоктар болады. Кейбір кружоктарда native speakers дейді. Яғни ағылшын тілін
сөйлейтін экспаттар келеді. Сіз өзіңіз ағылшын білмесеңіз де, сіз просто жаңағы ортада болып, соны сезініп, адамдардың сөйлегенін тыңдау арқылы, бұл да сізге listening skills қой, сіз тыңдау арқылы, қарау арқылы, сол арқылы да үйреніп бастайсыз. Мен тағы да не істедім? Мен өзімді ағылшын тілінде сөйлей алатын адам ретінде көрдім. Мен білемін ағылшынша, мен түсінемін ағылшынша дегенде. Солай көретін болдым да өзімді. Бірақ на самом деле мен ағылшыншаны ондай күшті білген жоқпын. Бірақ мен соған қарамастан өзім миымды алдағандай болдым. Мен білемін ағылшынша дегендей. Ағылшынша кітаптар алатын болдым, библиотекалардан, немесе сатып алатын болдым. Және ол ағылшын кітапты оқыған кезде мен оның тек 30%-ын ғана түсінетін шығармын, қалған 70%-ын түсінбеймін не болып жатқанын. Бірақ мен сонда да оқитын болдым ол кітаптарды. Примерно түсінетін болдым. Примерно осындай нәрсе болып жатыр қазір дегендей. Және түсініксіз сөздер болса, сол моментте переводчик ашып қарап алатын болдым. Және мен меломан адам едім, мен музыканы қатты жақсы көретін едім, ән айтатын болдым, ағылшынша әндер айтатын болдым. Әртүрлі жаңағыдай студент кезімізде вечерлар болған кезде, біреудің туған күні болған кезде маған өлең айтқызатын болды. Әрдайым. Сонда мен бір ағылшынша бір price tag деген өлеңім бар еді. Джесси Джейдің сол өлеңді всегда айтатын болдым. Мен ағылшынша өлеңдер тыңдаған кезде lyrics дейді ғой, өлеңнің сөздерін қосып қоятын болдым және бірге айтатын болдым. Ол өлеңдерді жаттап жүретін болдым, бірге айтып. Және бұлай айтып жүрсің өлеңді, бірақ сосын переводын қарап, бұл нені білдіреді, мен не өлең айтып жүрмін дегендей, сондай уже қызығушылықтар пайда болып бастады. Яғни бұнда мен уже хоббиме араластырып бастадым. Менің хоббиім ән айту болды. Ән айту, ағылшынша өлеңдер. Мен ағылшын тілін үйренуімде, жаттықтыруымда ең үлкен ықпалын тигізген бір тәжірибе ол work and travel. Мен 2016 жылы 3-ші курс оқыған кезде work and travel мен Америкаға барып келдім. Жаз бойы сонда жұмыс істеп келдім. Онда білесіз, native адамдар сол жақта тұратын кәдімгі американец балалармен, қыздармен, солармен сөйлесетін болдық, солармен жүретін болдық. Және мен жұмыс жасаған жерім ол сервис болды. Мен мороженое сататын Ben & Jerry's деген жерде жұмыс жасадым. Ол жер өте қатты стрессовый сондай жер болатын болды. Қаншама адамдар келеді, сіз кассадан қабылдайсыз, оны сіз түсіну керексіз, не тапсырыс беріп тұрғанын, оны ақшамен жұмыс жасайсыз, ақшаны дұрыс айту керексіз деген сияқты өте көп контакт, өте көп интеракшн болады. Сондай стрессовый ситуацияларда ағылшынды тезірек үйреніп кеттім. Және мен бір ресторанда параллельно хостес болып жұмыс жасадым. Хостес болып жұмыс жасаған кезде мен ең қорқатын нәрсем ол телефон звондаған кезде. Телефон звондаған кезде қатты қорқатын едім, себебі ол жақтағы адамдардың акценттері бар еді. Мен телефон арқылы түсінбеймін, қорқамын деп сөйтіп ойлайтын жүретін едім. Бірақ менен басқа ешкім алмайды телефонды, ол менің жұмысыма кіреді. Хостес болғаннан кейін мен телефонды алуым керек. Осы жерде мен өзімнің қорқынышыма қарсы шығып, өзімнің фобияма қарсы шығып, мен телефондағы тапсырыстарды қабылдай алатын дәрежеге жеттім. Кейде сіз жаңа нәрсе үйренген кезде өзіңіздің комфортный зонаңыздан шығу керек болады, бірақ қорықпаңыз, сіз ол комфортный зонаңыздан шыққан кезде сіз одан сайын ол қабілетіңізді жетілдіріп бастайсыз. Мен сол студент кезінен бастадым бұл әдетті, телефонымды полностью ағылшын тіліне ауыстырып тастадым. Яғни мен телефонымдағы приложениялар, телефонымдағы тілдің бәрі ағылшын тілінде. Басында қиын болды, мынау не нәрсе, мынау не деген сөз деп жүрдім. Бірақ переводчиктан қарап аласың ғой, былай по ходу дела түсініп кетесің. Осындай бір трик жасадым миыма, яғни телефонымның тілін ағылшынға ауыстырдым. Мен кино, сериалдар аса көп қарамаймын, бірақ ютубтағы видеоларды өте көп қарайтын адам менмін. Сондай коучтарды, әртүрлі қызықты видеоларды мен ағылшын тілінде қараймын. Егер сіз менің ютубымды ашып, егер рекомендация қарайтын болсаңыз, қазақша, орысша контент мүлдем болмайды, 1% болатын шығар. Менде барлығы ағылшынша. До такой степени уже сондай контентті қабылдай аламын, солай мен жақсы сіңіремін тілді дегендей. Солай өзімді қатты сендіріп тастағанмын, андай әдетке айналдырып тастағанмын, видеоларды ағылшын тілінде қараймын. Сіз видеолар, сериалдар, кинолар қараған кезде субтитрмен қараңыз. Егер түсінбейтін болсаңыз, бір нәрсені паузаға қойып, қарап алыңыз.
переводчикпен дегендей. Және көп оқыңыз ағылшынша. Мысалы мен поисковикқа бірдеңе іздейтін кезде, мысалы басым ауырып тұр, симптомы десе, мен орысша іздемеймін, головные боли симптомы деп. Менде уже әдет ретінде уже автоматически ағылшынша жазып бастаймын. I'm having a headache symptoms деп ағылшынша іздеймін. Сондай әдет қалыптасып кеткен. Сонда мен универге 2013-те или 14-те түстім. Содан бастап ағылшынды бастап үйрендім. Ағылшыным былай интермедиат деңгейінде болған сияқты. Одан кейін менің тілімнің деңгейін ары қарай жетілдіруіне үлкен ықпалы тиген ол менің жұмыс тәжірибем. 3 жыл бойы америкалық интернациональный мектепте жұмыс істедім. Ондағы мұғалімдердің бәрі ағылшынша сөйлейді, экспаттар және оқушылардың бәрі экспаттар. Тоже ағылшын тілінде сөйлейтін болды. Сондай өзімді сондай ортаға лақтырып жүргеннен кейін ағылшын ортасына ол уже күнде listening болады, күнде practice болады, күнде speaking болады, ол былай в жизни болып жатады да ол нәрселердің бәрі. И сол тілді одан сайын жетілдіруге, оңайырақ сөйлеуге және андай акцентсіз американецтер сияқты сөйлеуге ықпалы тиді. Себебі мен сондай ортада жүрдім, сондай сөйлеуді естіп жүрдім дегендей. Мен имитировать етіп бастадым. Мысалы біреу бірдеңе айтатын болса, girl you're so funny десе, мен соны имитировать етіп бастаймын, яғни қайталаймын, girl you're so funny деп, ананың дауысын, оның акцентін, интонациясын қайталаймын. Сөйтіп өзім имитировать етіп жүрген кезде мен уже өзім сөйтіп сөйлейтін болып кеттім. Ал мысалы егер мен оны білмесем, мен оны кітаптан оқитын болсам, girl you are so funny деп айтып жүрдім едім деген сияқты ше. Мұнда более natural, более андай табиғи акцент, табиғи сөйлеу, ол сіз имитировать етіп бастайсыз. Көп тыңдаңыз сондай ағылшынша акценттерге, соларды қайталаңыз, тоже сөйтіп айтуға деген сияқты бар ғой. Тіл үйрену, оның үлкен плюсы сізге басқа әлемдердің есігін ашады дегендей. Мысалы, менің тәжірибемде ағылшын тілін білу, ол мен өміріме үлкен мүмкіндіктер алып келді. Яғни мен білім алғанды, оқығанды, ізденгенді жақсы көретін адаммын. Ал ағылшын тілінде ресурстар өте көп. Және олар свежий болады ресурстар, және олар правдивые, реалистичные болады ресурстар. Орыс тілін, қазақ тілін ғана білетін болсам, мен уже 2-3 ай өтіп кеткеннен кейін біреу аударып, соны келген контентті көру мүмкін, немесе біреу аударып, соны статья қылып жазғанын енді көру мүмкін да. Және ол аударған кезде ол полностью мағынасын жеткізе алмайды ғой. Ал мен ағылшын тілін білу арқылы менде қазір доступ бар. Яғни әртүрлі ресурстарға, әртүрлі курстарға, қазір мен сіздермен курстармен бөлісетін боламын. Сондай курстарға менде әртүрлі доступ бар. Мен қалтамнан ақша шығармай-ақ, мен тегін ресурстарды қолдана аламын. Себебі ағылшын тілінде ресурстар өте көп. Сонымен самоучка арқылы, өзім үйрену арқылы мен осылай ағылшын тілін үйрендім, және самоучка арқылы мен графический дизайнды үйрендім, Adobe Illustrator деген. Сол жұмыста істеп жүргенде интернациональный мектепте бізге доступ берді Adobe-ға. Ол сондай үлкен программа компьютерда, әртүрлі дизайндар жасайтын, видеолар монтаж жасайтын, әртүрлі анимациялар жасайтын сондай программа. Сонда мен өзім YouTube-тағы видеоларды қарау арқылы, YouTube-тағы әртүрлі туториалдарды қарау арқылы, және осы қазір келесі айтатын курстарды өту арқылы мен өзім үйрендім, және оны мен реальность қалып келдім. Мен өзімнің бұрында 2 жыл бұрын проектім болды, менен сізге деген стикерлер жасайтын болдым. Мен өзім суреттерін салып, қазақша сөздермен, қазақша мотивациялық сөздермен, сондай прикольный стикерлер жасап, соларды сататын болдым, яғни өзімнің брендім болды. Және де самоучкамен үйренген нәрсем ол әртүрлі творческий проекттер, әртүрлі DIY проекттер. Мен оларды жаңағыдай TikTok-тан, YouTube-тан бәрін қараймын да, так, мынаны қалай істейді. Бомбочки для ванны. Давайте YouTube-тан туториал қарайын, статьялар қарайын, интернеттен статьялар тексерейін, салыстырайын рецепттарын деген сияқты. Әртүрлі фейлдар болады, бірақ түбінде сіз үйренесіз. Мұнда главное желание. Самоучка деген ол менің өзімнің part of my personality. Яғни ол менің бір бөлшегім болып кетті. Мен өз-өзіммен оқуда, өз-өзіммен үйренуді жақсы көремін. Және ойлаймын,
мен сенемін, кез келген қабілетті, кез келген скиллсты сіз өзіңіз үйде отырып та үйрене аласыз. Мен сізге қазір тегін курстармен бөлісетін боламын, бірақ бұл курстарды өту үшін олар тек ағылшын тілінде сияқты. Бірақ сіз қарап көрсеңіз болады, мүмкін орыс тілінде де бар шығар опция настройкалардың ішінде. Бұл курстардың көбісі тегін. Сіз бұл курстарды өту арқылы өзіңіз сертификаттарды сатып алуға болады, және LinkedIn деген бар ғой, өзіңіздің жұмыс іздейтін страничкаңызда, профиліңізге сонда салып қойсаңыз болады, резюмелеріңізге осындай сертификаттарды салып қоюға болады, мен мынандай курс өттім деген сияқты. Бұл курстар біріншісі Coursera-да мен өзім бірнеше курстар өттім. Бұнда әртүрлі сферада, әртүрлі тақырыптарға өте көп варианттар бар. Курстардың көбісі тегін. Сертификат алғыңыз келсе сатып алу керек болады, оның ақшасы да өте көп емес. Coursera-дағы сабақтар олар видео түрінде болады, және арасында оқитын бірдеңе болады, бірақ өте қысқа, өте тиімді және жеңіл. Келесі курс ол Udemy. Онда да әртүрлі курстар бар, онда творческий да әртүрлі курстар бар. Мен Udemy арқылы жаңа Adobe Illustrator'дың бастапқы for beginners дегенді содан үйрендім. Кейінгі курс ол Domesticадан да мен өзім творческий бір курстар өттім. Lettering деген әртүрлі жазуларды, каллиграфия жазып үйрену, немесе тігу деген сияқты, клеймен жұмыс жасау деген сияқты әртүрлі курстар өте көп. Соңғысы ол Skillshare деген ол да көбінесе творческий және коучинг, монтаж қалай жасау, бизнесті қалай жүргізу деген сияқты сондай әртүрлі интересный сфераларда курстар бар. Егер сіз тіл үйренуге қызығушылығыңыз болатын болса, менің өзімнің тәжірибемде Duolingo деген қосымша бар. Сол Duolingo қосымша маған қатты ұнайды. Сол қосымшаны мен осы Қытайға келгелі бері қолданып жүрмін. 2 айдан асып кетті. Мен күнделікті таңертең тұрған кезде жаңағыдай әдетменде уақыт бөлемін. 10-15 минут ойын ойнаймын. Ол ойын сияқты интерактивті, өте қызықты, өзіңіздің аватарыңызды құрастыра аласыз, басқа адамдармен коннект болады, үйрену процесін өте қызықты қылады. Мен дәл қазіргі сәтте Қытай, француз және араб тілін үйреніп жүрмін. Таңертең тұрған кезде Қытай тілінен 2 сабақ өтемін, француз тілінен 2 сабақ, араб тілінен 2 сабақ өтемін, болды. Солай күнделікті таңертең мен басым свежий болып тұрған кезде, миым білімдерді сіңіруге тап-таза болып тұрған кезде, таңертең сол 10-15 минут уақыт бөлемін. Өте тиімді, ол алып жатқан ақпараттардың бәрі миымда сақталып жатыр. Және күнделікті ойнаған кезде, ол Duolingoның жақсысы, ол қайталай береді. Яғни өткен нәрселерді, бұрында өтіп кеткен нәрселерді қайтадан әкеліп, сізге тест ретінде, сұрақ ретінде қайтадан әкеледі. Сонда сіз көп қайталайсыз және асықпай үйренесіз. Бір сөзді бірнеше күн үйренесіз дегендей. Методикасы өте мықты және өте қызықты. Мен өз басым жеке ойлаймын, және научно доказано, өмір деген ол үздіксіз білім алу. Сіз қартайсаңызда да білім алу керексіз. Үздіксіз жаңа нәрселерді үйреніп, әрдайым білімге шөлдеп жүру, ол өте күшті сапаңыз, сіздің күшті қабілетіңіз. Себебі сіз әрдайым үздіксіз бір нәрсе үйреніп жүрген кезде, сіз өзіңізді бақыттырақ сезінесіз, сіз өзіңізді сенімдірек сезінесіз. Сіздің ара-қатынастарыңыз, отношенияларыңызда, жұмыста, басқа адамдармен ара-қатынастарыңызда бұл сізге үлкен пайда әкеледі, үлкен өзгерістер әкеледі. Және сіз білім үйренген сайын, жаңа скиллстар үйренген сайын сізге қаншама мүмкіндіктердің есіктері ашылып бастайды. Және де мынадай нәрсе бар екен, ғалымдардың зерттеуі бойынша, қартайған кезде адамдар ауру болып бастайды ғой, ұмытшақ болып бастайды, grumpy болып бастайды, недовольный болып бастайды. Себебі олар оқуды тоқтатып қалған, яғни білім алмайды, күндері бір-біріне ұқсас, сол баяғы мышлениемен өмір сүріп жатыр. Ол ауруларға сондайға келеді. Тез қартайтады сізді саналы түрде. Қартайған кезде де өзіңізді жақсы сезіну үшін, деніңіз сау болу үшін, өзіңізді жас сезіну үшін білім алуды үзбеңіз. Әрдайым білім алуға асығып тұрыңыз, білімге шөлдеп тұрыңыз. Ол исламда да бір парыздардың бірі.
адамдардың құқықтары бар білім алуға, және оны тек құқық ретінде емес, парыз ретінде көруіміз керек. Білім алу ол рухани жағыңызға да, физикалық жағыңызға да, саналы жағыңызға да, өміріңізге де, дін жағынан да сізге ықпалы өте зор. Бүгінгі видео сізге қызықты болды деп ойлаймын. Өзіңізге пайдалы лайфхактар, кеңестер алдыңыз деп ойлаймын. Және қорықпаңыз, сіз кез келген нәрсені үйрене аласыз. Өз-өзіңізге сенімді болыңыз. Егер бір нәрсені баяғыдан үйренгіңіз келіп жүрсе, бүгін бастасаңыз болады. Лайк басып қойыңыз, комментарий жазып қойыңыз, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Келесі видеода кездескенше, бай-бай.